Жақсы, кешке алып барам. Ертең орта жолда сынып қалса қиын болады ғой. Ара беспей. Ал тең. Шаха! Ертең келгесін қайтарам. 60 мың көп емес пе? Егер де бәрі дұрыс болатын болса, 100 берем. Сонда не өткізесің? Оны айта алмаймын, Сақа. Ертең жолға шықсам ба демедім. Қалайсыздар, жүреміз бе? Сендер күтіп тұрғанбыз. Басеке, өтіп кетті ғой бұлыстан. Ой, әкелді. Өшір автобусты, есікті аш. Сендер білесіңдер ме, бұл кімнің автобусы екен? Мен қазір. Берік, тоқташ. Не болды? Терезелерді әкелмей кеттің ғой. Өткендегілер бітіп қалды ма не? Ерте сақталып кетті ғой оны. Жарат, келесі келгенге алып келем ғой. Көбірек әкеш. Жақсы. Не анда қолындағы? Ой, жай. Фемида, ипотекаға үй алған бір адамыздың кассасы ипот. 2 Маңғыстау. Азиз, қалайсың? Финал, 2 әзілден. О, қалайсың Бека? Бір жеңгем... Аман. Қалай жағдай? Жақсы, сауда қалай? Сауда жоқ сол, адам жоқ. Сауда жоқ, отырған. Мынау не? Көресің бе? Көрейік. Мынандай нәрсе ғой. Тоқауыш. Қазір. Былай қосылады ғой. Қазір. Дайынсың ба? Қос. Қалай? Таппайтындарың жоқ, а? Бағасы қанша? 20 мың. 20 мың? Иә. Қой 20 мың қымбат мынау. Кім алады мына? Әкеш бұл. Не дейсің? Ой, жігіттер, даларың қанша? О, келіңіз. 25 мың. Бағасын түсіріп берем. Міне. Мынаған машинаның нөмірін саласың. Мына жағына телефонның нөмірін. Мынаған рулын жазып қойсаң болады. Қысқасы, керек мақсатыңа пайдаланасың. Жақсы не екен, 23-ке бер. Маған да емес, саған да емес. 24 болсын. 24. Келістік. 20-25 мың теңге ғой, е? Қазір. Игіліңе жарады. Рахмет. Салып бересіңіз? Қазір. Рахмет. Жақсы, келіп тұрыңыз.
әкелші біреу. Қос. Ғазиз, аласың ба алмайсың ба? 19 болсын. Келіспейсің, а? Ай, жарайды. 20 болса 20. Ма, рахмет. Мынау менде қала берсін бе? Игілігіңе жарат деді ғой. Ерте сағат 12-де. Ұмытпа. Келістік. Жақсы. Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Не нейсі? Тамақтың? Кел дайын болып қалды. Иә, қазір. Сәл шыдасаңшы, тамақ пісті. Мекөш қайда? Футболға кеткен. Қазір келіп қалар. Мынау саған. Ақшаны айтам. Бір нәрсеге жаратарсың. Микошты шақыра салыш, тамақ пісті. Мбаппе! Ау, Микош шақырып қайшы? ол қай жақта? Алаңға кетіпті ғой. Стоп ойнайды. Жарайды. Алар қасып күте тұрыңдар, а? Тоқшайнекке қоймадың, бандағы бүгін қоймайды ғой. Бұзылып қалған. Соны сен көрш. Микош біраз көрет болмады ғой. Кел отыр, Микош. Қай жерге ойнадыңдар? Көшеде көрінбедің ғой. Біз футбол алаңда ойнап жүрміз ғой. Сол жақта бала көбірек. Оттыңдар ма енді? Кім жеңді деймін? Кім жеңді оғанда үшке бөліп ойнадық кезіктің біздік. Шайнекке не болыпты көрдің ба? Күйіп кеткен шақ жөндей алмай.
Оның астына ашу көрген тоқтар тимей тұрған шығар. Бала ғой, білмейді ғой. Үйренсін. Айтпақшы балам, әкеңе ана затыңды бермейсің бе? Қазір. Немене ол? Еңбек сабағынан дайындаған ғой. Маған да дайындап кетті. Қара. Ана деген жазу бар. Күшті. Жарайсың балам. Өзің жасадың ба сен? Не жанысың? Жарайсың балам. Жақсы жаспасың. Мынау не? Үйдегі шайнек сынып қалған соныкі ғой. Жаңа шайнекке 5000 теңге қимадың ба? Мен алып берейінші соны. Оның бәрін балалы шағал болғанда түсінесің. Осы сен кеденде жүргенде қанша ақша табатын едің? Оны жай сұрадың ба? Жай, кезінде шайнек тұрмақ көлік жөндемейтін едің ғой. Не болып қалды? Жұмыс ауыр. Шаршайсың дегендей. Тым жақсы жүр едің ғой, аяқ асты не болды? Әр жұмыстың өзінің қиындығы болады. Орныңа неге мен қойып кетпедің? Мен ақ шаршайтын едім. Сен мына түрмен балабақшаға да алмайды ғой. Мынау артық енді. Тиіспеш андағы, әкеш. Сындырасың дейсің. Қой, не осы жерден түсіп қалайын. Екеу болып қалған ба не? Келесі жолы Қарғосқа барғанда көбірек ала салу керек. Иә. Жақсаш. Ана нөмір жақсы болды. Кеше соны шықладым. Көк бөрі деп жазбағансың ба? Сайлауларға көрсетем, қызық қалды ғой, қалай? Сен немене оны тағып алдың ба? Иә. Жақсы болыпты. Білесің ба оның заңсыз екенін? Кеше өзің ала бер дедің ғой? Мен саған не соны тағып ал дедім ба? Енді тақтың не, саттың не салмағы бір емес пе? Білгеніңді істеші. Берік, мен саған осы таң қалам. Нөмірмен айналсақ деген өзің. Енді келіп заңсыз дейсің. Егер де саған бір нәрсе болып қалатын болса, маған хабарласып қойып қой, ұқтың ба? Берік. Не? Ақыры мына нөмір жақсы өтіп отыр. Өзіміз дүкен ашып, өзіміз айналсайық та. Елдің бәріне тасып жүргенше дегенім ғой. Жарайды, біреу жатармыз. Әуелі маған өткізіп алайықшы.
Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол. Міне, өзде келді. Микош, жалғастыра қой. Адам болам десеңіз, тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер малшашпақ. Жарайсың, міне. Керегіңді алып жерсің. Жоқ, рахмет. Шайың дәмді болыпты келін. Егер де сен қарыз сұрай келсең, мен де дәл қазір. Ақшаны қоя тұр. Оған бола келген жоқпын. Енді? Жағдайың қалай? Бәрі дұрыс па? Жақсы, шүкір. Өзің қалайсың? Жақсы. Тек жұмыста бір қиындықтар болып тұр. Соған бола келдім. Көмегің керек. Қолымнан келер шаруа болса, әрине, көмектесуге дайынмын. Бір сөмкені шекарадан өткізу керек. Өзің де білесің. Мен сол былықтан кейін шекараға жақындаған жоқпын. Оның үстіне шарт мерзімім бар. Дұрыс ақшаңды қайтарып берейін. Аз қалды ғой. Ол кезде саған ақша керек болды. Мен берген ақшаға мәселемді шештің. Ал қазір маған ақша маңызды емес. Маған сенің көмегің қажет. Болмайтын нәрсе айтып отырған жоқпын. Өзіңнің қолыңнан келетін іс. Мені сол былықтан шығарғаныңа рахмет. Бірақ дәл қазір мен бас тартатын шығармын. Сен мені жексұрын қылма. Берік. Мен осы әңгімені ылғи жігіттеріме айтып беретін. Саған да айтып берейін. Өміріңе керек болып қалатын шығар. Біраш қасқыр дала кезіп келе жатыр екен. Сөйтіп алдынан қораның үстінде тұрған бір ешкі кезігеді. Ешкі қасқырға аузына келгенін айтып, мазақ қылады. Қасқыр салқынғандығын сақтап, ешкіге, ешкі, сенің мына мені мазаққа айналдырып тұрғаның мықтылығыңда емес, мына қазіргі жағдайыңда деген екен. Қалай? Біздің жағдайға ұқсай ма? Мен қасқыр, сен ешкі. Тек бір айырмашылық бар. Сен қораның үстінде тұрған жоқсың. Менің ақырын жай сөйлегенімді әлсіздік деп қабылдама.
Senin ақмақтығыңа бала шағаңның жауап бергенін мен де қаламаймын. Оларға жақындаушы болма. Енді ол өзіңе байланысты. Менің айтқанымды бұлжытпай орындасаң, оларда нем бар? Бұл істің арты таза емес екенін екеуміз де білеміз. Тонналап контрабандамен айналысқанда бәле дейсің. Сонда бір сөмкеге шаман келмей қалды ма? Ақыры іске араласқан екен. Жағдай толықтай түсіндір. Ол енді ұзақ әңгіме. Мен саған тек өзіңе тиісті ғана ақпаратты айтып берейін. Сен біздің жағдайы жақсы түсінесің. Бір-біріне тісін қайраушылар өте көп. Соның бірі мына Мәжит. Менің аяғымнан шалықсы келеді. Шекарадағы байланысымды үзді. Бірақ енді оған өзім де кінәлімін. Жанымда жүрген сатқынды байқамаппын. Ол ана Сүмелек Асқар. Оң қолым болатын. Менің шекарадан тауар таситын жолдарымның бәрін біледі. Мәжиттің тиынына бола мен сатып кетті. Оның үстіне сөмке менде емес. Егер оны алсақ, комитеттің адамдары ізімізге түсуі мүмкін. Міне, осы үшін саған келіп отырмын. Ұсталып басақ бітті деші. Басқа малымыз жоқ. Сөмкеде не бар? Өте құнды зат. Егер ісіміз оңды болып бітсе, мені аман алып болатын сол. Нақтысы сенің білмегенің дұрыс. Сен жақсылап ойлан. Бір амалын тап. Тағы жоғалып кетіп жүрме. Жай кез болса оп-оңай болар еді. Шекараны жарайды. Бірдеңе қып шешем. Бірақ шекараға жетудің өзі бірталай әңгіме болайын деп тұрған сияқты. Көп ойлана келе шешім қабылдадым. Бізді шекарадан алып өтетін ол автобус. Сен не айтпырсың, қайдағы автобус? Сөзімді соңынан еттіңдашы. Мен таныс жүргізушім бар. Шекараға апаратын айналмалы жолдарды біледі. Не шаруа? Ертең жол жүргелі көп тұр. Баяғыда ескі жолмен. Біріншіден ізіңе түскендерді адастыру үшін. Мен белгіленген жерде тұрам. Сендер келіп маған сөмкені тастап кетесіңдер. Мен автобекетке барып сол жүргізушінің автобусына отырам. Жолдағы бекеттен өткеннен кейін біз ескі жол арқылы шекараға да жетеміз. Тек бір қиындық бар. Егер Мәжиттің адамдары ізіме түсіп мені тауып алса, мен қарсыласа алмаймын. Онсыз да сені жалғыз жіберейін деп тұрған жоқпын. Жарайды.
Автобуспен барсаң бар. Бірақ сөмкені жалғыз өзіңе сеніп жібере алмайым. Менің жігіттерімнің бірі Сұңғат сенімен бірге барады. Жаңа өзің айтқандай белгіленген жерде күтесің. Көмекшім сөмкемен түсіп қалады. Мынау саған. Екеуің автобусқа отырып бекеттен өтесіңдер. Шекарадан өткен соң менің жігіттерім сендерді күтіп алады. Берік, Мәжиттің адамдары келіп жатса, ойымдама. Сұңғат не істеу керек екенін біледі. Тоқта! Өшір автобусты, есікті аш. Қолдарын көтеріңдер. Жап аузыңды. Не болды жігіттер, тыныштық па? Ей, бауырым. Бауырым. Көтер қолыңды. Асқар. Қолын байла. Қайда? Киімдері ғана. Қайда, ей? Сары, жүк бөлімін қара. Сен адамдар шығар. Затты ізде. Тез шығамыз. Тез, тез! Тез шығамыз. Не бедірейіп отырсың? Қайда тықтың? Кетшей, сатқын. Сен Ерғалиді танымай жүр екенсің. Ол сөзінде тұрмады. Сатқын мен емес. Сатқын Ерғали. Онда неге Мәжиттің иті болып жүрсің? Ол балаларға есірткі сатпайды. Ерғали сияқты. Ей, аш сөмкеңді. Не қарайсың? Аш дейм сөмкеңді. Тез. Не қарайсың? Тез аш. Не болып жатыр анда? Шоқан біреуді атып тастады. Бар реттеп кел. Өзім қарай тұрам. Заты ананың сөмкесінде ме? Қозғалмай отыр. Әкел сөмкені. Әкел дейім. Бол! Әкел! Бол! Автобус жүргіш бол. Кет, бол!
Барлықтарын артқа отырыңдар. Бу! Sen de bul. Sen, birge. Kollarını bayla. Bul, tez, bul! Sen, kız birge. Nasıl? Bayla. Барлықтарын, телефондарын дайындандар. Жина телефондарын. Жина, бол. Бол. Орнына бар. Қозғалмай, тыныш отырыңдар. Солғын. Орын отыр. Қайдан тауып алдың олар бізді? Бізден басқа кім білуі мүмкін? Сен маған олай қарамай-ақ қой. Менің әйелім мен балам Ерғалидың қолында. Жынды емес шығар мен. Демек арамызда бір сатқын бар. Керек кезде неге телефонды көтермейді бұлар, а? Не істейміз? Тоқтауға болмайды. Олар артымыздан қуып жетіп алуы мүмкін. Үлкен жолға шыққан соң, автобус тастап басқа көлікке отырып, шекараға баруымыз керек. Бастаған ісімізді аяғына дейін жеткіземіз. Қолым қиылып кетті, ағам. Қашан отыра береміз? Мыналарды бір жеріне тастап кетейік те. Не қыламыз босқа ғана? Шекараға жеткен соң қолымызды байлап, түрмеден бірақ шығарсын дейсің бе? Куәгер ғой олар. Отыра берсін, өлмейді. Алло. Сұңғат, Сіздер қайда жоқ болып кеттіңіздер? Мәжит барлығын біліп қойған. Асқар жігіттерімен қуып жетті. Атысып әрең құтылдық. сөмкеші. Сөмке менде. Бізде де оңай болып жатқан жоқ. Сен еркеге салып біздікілерді комитеттіктер ұстап алды. Жанымдағы жігіттермен әрең қашып құтылдық. Енді не істейміз?
Қайдасыңдар сендер? Біз үлкен жолға шығып бара жатырмыз. Үлкен жолға шықпаңдар. Алдарыңнан күтіп алуы мүмкін. Бір жерден бұрылып, ойласылай тұрыңдар. Мен шықтым сендерге қарай. Жақсы. Асқар біздің келе жатқанымызды қайдан біліп қойған? Бұл жоспарды үшеумізден басқа ешкім білмейді. Жарайды. Демек, автобустағы біреу. Естідің ғой? Бір жерден бұрылып кет. Анау тұрған үйді көріп тұрсың ба? Соған қарай жүр. Мынау кімдікі? Кімдікі деймін? Менікі. Alo anашым. Сүмелек. Көтер қолын. Көтер қолыңды! Сұңғат! Сұңғат! Сұңғат деймін. Не? Неге тоқтадық? Жанармай таусылып қалған сияқты. Сайтаналар. Жетпей тұрған осы еді. Арамызда комитеттен адам бар екен. Берк, сен мұқият бақылап отыр. Мен жүк бөлімін көріп келейін. Көтер қолыңды.